Үйленгендеріне 5 жыл болған жас отбасы бақытты күндердің бірін өткізіп жатырған болатын. Бірақ бір күні езулерінен күлкі, ал шаңырақтарынан береке кетті. Үйдің отағасы Арман әйеліне күлімдеп қарап, үйдің шатырына антенна орнату үшін сарайдан ескі баспалдақты алып шықты. Ал 5 жасар үлкен баласы есіктің алдында ойнап отырды. Арада 1 сағат шамасында өтіп, әйелі Арманға шөлдеп қалған болар деп су әкеліп, сұмдық нәрсені өз көзімен көрді. Арман баспалдақтан түсіп, ортасына жеткен кезде 5 жасар Бақтияр есімді баласы келіп, баспалдақты әдейілеп қозғалтып жіберді. Солай Арман да жерге құлап, басын бетонға соғып, сол жерде қаза тапты. Ал әйелі Айгүл қатты айқайлаған күйде бір орында жылап тұрып қалды. Содан соң полициялар туысқандардың жылауы, жерлеу, жас келіншек қатты депрессияға түсті. Оның 5 жасар баласы өз әкесін өлтіргені ойынан шықпай қойды. Ал 5 жасар Бақтиярға келсек, ол кішкентайынан қатыгез болатын. Інісін аямай ұрып, жануарларды, жәндіктерді қинағанды қатты жақсы көретін. Жақында ғана үйдің кішкентай мысығында өлтіріп тастаған болатын. Ал енді әкесіне де кезек келді. Күндердің бірінде Айгүл Бақтиярды және 1 жасар баласын бір бөлмеге қалдырып кетеді. Олар тату-тәтті ойыншықтарымен ойнап отырған болатын. Айгүл 10 минутқа бөлмеден шығып кете қойып еді. Айгүл бөлмеге келсе, әлгі Бақтияр жастықпен інісін аса қатыгездікпен тұншықтырып жатырғанын көреді. Әйел тез арада баланың қолынан жастықты жұлып алады. Бірақ бәрі тым кеш. Нәресте дем алмай жатыр. Анасы нәрестесін қолына алып, ащы даусымен бақырып жылап отыр. Ал Бақтияр ештеңе болмағандай жанында отырды. Осылай жас келіншек нәрестесін жер қойнына тапсырып, содан соң барлық таныс адамдар Айгүлді танымай қалды. Шаштары ағарып, денесі бүкірейіп, әбден қартайып кетті. Күндердің бірінде көшеде жанынан өтіп бара жатырған белгісіз әйел Айгүлдің қолынан ұстап, «Сенің балаң ібілістің белгісі» деп айтады. Оның келесі өлтіретін адамы сен. Сенен кейін біраз адамның обалына қалады. Сен бұл нәрсені тоқтатуың керексің. Егер оны өлтірмесең, ол сені өлтіреді деп Айгүлді ойландырып жібереді. Келіншек әйелдің сөзіне мән бермей әрі қарай кете берді. Түнде Бақтияр жылап анасын шақырды. Анасының басына әлгі әйелдің айтқаны түсіп, жастықты алып баласын тұншықтыра бастады. Бақтияр кішкентай болса да күші мықты болатын, бірақ арада 1-2 минут өтіп, Бақтияр демалуын тоқтатты. Ал Айгүл жылап отырып, мыстан сияқты күле кетті.